көріп тұр қабілетінің барлығын, бірақ қорқамын деген нәрсе, мен не үшін қорқамын? Бұл қорқыныш маған қайдан келді деген сияқты. Болмысы, қабілеті барлығы сөйлеп тұр ал адамға, жасай алатын сияқты бір сезім келіп тұр, бірақ сезіммен бірге параллельно ақыл жұмыс жасау керек та бұл жерде. Енді ол өзіне сұрақ қою керек. Мен кіммін? Жалпы не үшін келдім өмірге? Мен осы қабілет маған қайдан барды? Мүмкін ол қанынан келе жатқан болуы мүмкін, ата, әжелерінен деген сияқты ісмарлар болуы мүмкін, әжелері неше түрлі жаңағыдай киіз басқан, кілем тоқыған деген сияқты. Бірақ енді бұл киім ретінде оны шығарғысы келеді, ол қабілетті. Оны түсініп тұр, көз алдында ондай практика болған, бірақ жаңағы кезінде сенің қолыңнан түк келмейді деген сияқты біреу басын сарт еткізіп ұрды ма оның 5 жасында, 3 жасында деген сияқты да. Сол кезде қабылдаған. Бәрі сенің қолыңнан түк келмейді деген сияқты да. Сондай бір сөздер арқылы ана сөзді қабылдап қалып өзінің болмысына кереғар жүреді. Қолымнан келмейді болды деп. Сезім көтеріледі, бірақ сезімді бастастайды да, мен жасай алмаймын деп.